Сәлем барлықтарыңызға. Менің атым Ұлжан. Бүгін біз ол дегеніміз дөңгелек круг тоқыған кезде скользящий былай үлкейіп кішірейетін кольцо. Қазір сол кольцоны қалай тоқу керек екенін түсіндіреміз. Оның алдында бұл тәсілмен мен шайнектің астына подставка және корзинканы тоқығам. Ал бүгінгі видеода тек кольцоны ғана көрсеткім келіп тұр. Сол үшін менімен бірге болыңыздар. Үлкен размердегі жіпті алдым. Әдейі анық барлығы көріну үшін. Енді осы жіптің үлкендігіне сәйкес үлкен крючок 9 номерлі. Ал енді бастаймыз. Ол үшін жіптің ұшын 4 саусақтың үстіне бай қоямыз. Осыншалы бір 10 сантиметрдей жіп жеткілікті. Және бай қолмен айналдырып алып келеміз. Сосын бай орнатамыз бай. Крестик сияқты бірінің үстіне бірін қоямыз. Және мынау ұзын жіп үстінде қысқа ұшы бар жіп астында. Осы жерден астынан ұзын жіпті алып келеміз мына жерге. Және қолымызбен мына екеуін былай ұстаймыз. Үшінші саусақпен, мынау саусақпен, бас бармақпен, ал мынау екінші саусақпен жұмыс жібін ұстап тұрамыз. Және мына жерден бір воздушная петля аламыз. Осымен енді қолды жібере берсек болады. Мынау шешіліп кетпейді. Жаңа атап өткендей, мына жерін тартса кішірейеді және үлкейеді. Енді осы кольцомен столбик без накида тоқимыз. Круг қылып, домалақ қылып тоқу үшін столбик без накида 6 толтырылады. 6 тоқылады. Және мына воздушная петля ол 6-ға қосылмайды. Бұдан бөлек 6 болу керек. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алты. Және мынау ортасындағы тесік көрінбес үшін қатты тартуға болады. Бірақ мынау ең бастапқысында қатты тартсаң, сразу келесі қатар тоқығанға қиын болады. Сол үшін пока тартпай қоя тұрамыз. Және мына жерден біріктіреміз. Және осылай біріктіреміз. Ортасы мүлде көрінбейді.
бір. Қаттырақ тартамыз. Және мына бастапқы бірінші столбикпен біріктіреміз. Біз бүгінгі видеода столбик без накидов тоқыдық және столбик с накидом тоқып үйрендік. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Алда талай видео түсіретін боламын. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Пока-пока.